Құрметті президент мырза, мен Үсенханова Набат, інім Үсенханов Таңаттың қорғаушы болған едім. Қазір амалым қалмай, барлық мемлекеттік органдарға жіберген шағым нәтиже бермей, орман молшылықтың арқасын қараусыз қалуына байланысты сізден жан айқайымды жеткізу үшін үндеумен шығуыма мәжбүр болып отырмын. Қысқаша айтатын болсам, інім Үсенханов Таңат Мейірханович Кентау қалалық сотының 2025 жылы 3 қараша күні қабылданған сот үкімімен қылмыстық кодексінің 293 бабы 2 бөлігі 1 тармағы мен 106 баптың 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, 8 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған. Тергеу кезінде Үсенханов Таңат полиция қызметкері, соның ішінде нақты Төлепбергенов Рахат деген ұрып соққаны бойынша және тергеуші Сатыбалды Тәуекел, сенің әпкең полициялар үстінен арызданды, сені бәрібір отырғызамыз деп айтқан соң, інім заңсыз сотталғанша өлгенім артық деп өзіне өзі қол жұмсап, ішіне 3 рет пышақ жарақатын салып, ауыр халде Кентау қаласының жансақтау бөліміне 23 күн ауруханада жатып, сол кезде дәрігер қал жағдайы ауыр, өліп кетуі мүмкін деген полиция қызметкерлері өздерінің заңсыз әрекеттерін жабу үшін менің ініме қатысты дәлелдерді бұрмалап, жәбірленуші Байбосыновты Азамат Үкібаев екеуі ұрып соғып, ауыр және жарақатын салып, соның салдарынан ол ауруханада көз жұмған деп айыппен соттап отыр. Прокурор Досалиев Дияр деген прокурор телефонына жазып алып, бізге полицияларға азаптау бабы бойынша іс қозғап тексереміз деп айтқанын, кейін материалдарды Түркістан облысы полиция департаментіне жолданып, олар іс қозғамай жауып тастағанын білдік. Материалдарды алып тексерсек, Досалиев Дияр түсірген бейне жазбаларда тек Таңаттың Үкібаев пен Байбосынов үшеуі ерегісіп төбелескендерін қалдырып, ал Таңаттың полиция қызметкері Төлепбергенов Рахат ұрып соғып мойындатқаны жөнінде айтылғандарын толық өшіріп тастағаны бізге белгілі болды. Кентау қаласының тергеуші Сатыбалды Тәуекел тергеп тексеру жүргізу кезінде Қазақстан Республикасы қылмыстық процесс кодексінің талаптарын сақтамай, заң бұзушылықтар жасап, дәлелдерді бұрмалап, інімнің адвокаты Мұхамедовтың тергеу біткен соң іспен таныстырмай, оның орнына хаттамаға өзіме әлде басқа біреуме белгісіз біреу адвокаттың қолын қойып жіберіп, сотқа істі жіберіп, ол бұрмаланған дәлелдерге сүйене отырып, сот тергеу кезінде жіберген елеулі заң бұзушылыққа көз жұма қарап, адвокаттың қолын қойып, қылмыс жазылған адамды анықтауға ешқандай шара көрмей, менің ініме қатысты заңсыз үкім шығарды деп есептеймін. Егер сот әділ болса, не себептен заңды бұзған прокурор қызметкері Досалиев Диярға жалғандық жасаған үшін шара көрмейді, тергеушіге жалғанды жасап дәлелдерді бұрмалаған үшін шара көрмейді. Сондықтан, құрметті президент мырза, Қазақстан Республикасының бас прокурорына, жоғарғы сотқа осыған қатысты істі тергеушілері тарапынан, прокурор тарапынан жіберген заң бұзушылықтарға мұқият тергеу жүргізуіне тапсырыс беруіңізді өтініп сұранамын.